Бұл өнер арнасы шоу-бизнес әлемдегі соңғы жаңалықтарға толы жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Жүрегіме сыймай жүр. Бишімбаев ісінен кейін танылған прокурор өкінішін жеткізді. Экс-министр Қуандық Бишімбаев ісі бойынша мемлекеттік айыптаушы болған Айжан Аймағанова оқырмандарына жан сырын ақтарды. Прокурор ешқашан танымал болуға тырыспағанын айтты. Кеш жарық, көп нәрсені көңілдегіні сіздерге шығарайын деп едім. Жүрегіме сыймай жүр. Осы жарты жылда өмірге деген көзқарасым түбегейлі өзгерді деп көпшілікке танымал болдым. Осы жағдай мені қынжылтады. Шынында мен көпшілікке танымал болуға ешқашан тырысқан емеспін. Ол үшін жанымды салып, жарқырап жүруге ешқандай құмарым да құлқым да жоқ. Әлі күнге дейін сұхбатқа көпшілік алдында сөйлеуге шақыратын жерлер көп, алайда бұдан ешқайда қаша алмайтын секілдімін. Абай айтқандай, өзіңде бармен көзге ұрып, артылам деме өзгеден, бірақ өмір өз ережелерімен жүргізеді екен деп жазды ол. Мемлекеттік айыптаушы одан көмек сұрайтын адамдар бар екенін, алайда бәріне бірдей көмектесе алмайтынын айтты. Осы таныстықтың арқасында көмек сұрағандар да бар. Біреулеріне шама жетіп жатса көмектесіп жүрмін, бірақ өкінішке қарай көмек бере алмайтын жағдайлар да бар. Шама жетпеді. Ол маған да оңай тимейді. Әрине бәріміздің көзқарасымыз әртүрлі, бәрімізді біріктіретін нәрсе адам болуға ұмтылыс. Жазбай тұрып көп ойланамын, толғанамын, өз-өзімді сынаймын, сіздермен сынды қабыл аламын. Бірақ шынымды айтсам, жазып масаттана қоймаймын. Барды бардай, жоқты жоқтай қабылдаймын. Өмір өзі үйретті, дейді Айжан Аймағанова. Еске салайық, азаматтық некедегі әйелі Салтанат Нүкенованы аса қатыгездікпен өлтірді деген айыппен сотталған экс-министр Қуандық Бишімбаевқа қатысты істе мемлекеттік айыптаушы болған Айжан Аймағанова болды. Бұл сот отырысында желіде үзінді видеолар тарап, прокурор өз батылдығымен көзге түскен болатын.